Баршаңызға сәлем, сіздермен береке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі әрі оп-оңай салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттар: жұмыртқа, краб таяқшасы, және де огурцы, және де жүгері, және қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар болады. Ең алдымен жұмыртқаны осылай соломка тәріздес етіп турап аламын. Барлығын соломка ретінде турауды жөн көрдім. Маған солай ыңғайлы және ұнайды. Ендігі кезекте краб таяқшаларын дәл осылай соломка тәріздес етіп турап алатын боламыз. Біздің салатымыздың ең басты ингредиенті осы болып табылады, ерекше дәм беретін болады. Міне жұмыртқа мен крабымызды турап алдық. Ендігі кезекте огурцымызды турайтын боламыз. Бұны да дәл сондай соломка тәріздес етіп турап шығатын боламыз. Ендігі кезекте қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар болады. Әсемдік үшін және де ерекше дәм беретін болады. Оның үстіне осылай жүгерімізді салатын боламыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай, өте дәруменге бай салаттың түрі. Енді үстіне тұзымызды себеміз дәміне қарай. Және де майонезімізді құямыз жеткілікті мөлшерде. Және салатымызды араластыратын боламыз. Мен ең көп жасайтын салаттарымның бірі, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Міне біздің салатымызды араластырып алдық. Осылай болып шығады. Міне ыдысымызға салып алдық. Өте әдемі болып шығады. Мерекелік дастарханға да керемет үйлесетін салаттың түрі. Және де ештеңені пісіруді де қажет етпейді. Оп-оңай ингредиенттерден жасалатын салат түрі. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.